Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен жареный лағман дайындаймыз. Ол үшін бізге пекинский капуста, пияз, тәтті болгар бұрышы, ет, ащы бұрыш, чеснок, соя қажет. Ең алдымен етімізді ұзынша етіп турап, ыдысқа салып, үстінен бір дана чеснок өткізіп, 2 ас қасық соя құйып, жақсылап араластырып, жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Етіміз дайын болғанға дейін керек заттарымызды тураймыз. Пиязды үлкендеу етіп тураймыз. Тәтті болгар бұрышымызды 3 бұрышты немесе 4 бұрышты етіп турасаңыздар болады. Пекинский капустамыздың тек сабағын ғана тураймыз. Чеснокты домалақ етіп, ащы бұрыштарымызды ұзынша етіп тураймыз. Керек заттарымызды турап дайындап алдық, енді қуыруды бастаймыз. Ең алдымен табамызға май құйып, қызған соң дайын болған етімізді салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Суы шыққаннан кейін бетін жауып, жарты сағаттай пісіреміз. Суы тартылған соң туралған чесногымызды саламыз. Артынан туралған пиязымызды салып, шамалы қуырып аламыз. Қуырылған пияздың үстінен туралған капустамызды салып, оны да бір шама қуырамыз. Тәтті бұрыштарымызды салып, тағы да араластырамыз. Дәміне қарай тұз, ащы бұрышымызды 2 ас қасық соя құйып, тағы да араластырамыз. Бетін жауып, жарты сағат демдеп қоямыз. Бөлек ыдысқа май құйып, қызған соң үстінен қамырымызды салып, қуырып аламыз. Қуырылған қамырдың үстінен 2 ас қасық соя құйып, қамырымыз біркелкі түс болғанға дейін араластырамыз. Үстінен дайын болған подливімізді салып, бір шама араластырып, бетін жауып қоямыз. Осымен біздің қуырма лағманымыз дайын. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздер де үйде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.